Мен де бастадым қазір записьті. Recording in progress. Так, интервью бастасақ болады. Сіз жалпы өзіңіз қалайсыз? Атырау қалай? Жақсы, нормально. Ротмыз. Соңғы курс қой, значит, 4-ші курс па? Иә, 4 емес, бірақ 3. Біздер 3 жыл оқиды айтуда. Соңғы. Иә. Мамандық қандай дедің? Мамандық дедіңіз? Медиа технологиясы бізде. Күшті. Сол қазір осы интервью бізге документальный фильмге керек. Сол үшін интервью алып жатырмыз эксперттен. Сіз біздің экспертіміз. Окей. Айзатулла кіммен? Айзатулла Хусейн. Так, бірінші сұрақ, сіздің аудиторияңызға қай тақырыптар көбірек ұнады және неліктен дәл солар? Аудиторияма енді мен көп негізінде шыны керек, мен бұл тақырыпта өзімді экспертпін деп есептеймін. Біріншіден негізінде менше тағы да бірнеше SMM мамандармен мүмкін нағыз SMM мамандармен менше интервью алу керек деп есептеймін өз басым. Енді мен әртіс ретінде тұлғалық деп айтуға болады да, көрдің. Типа сол сияқты ол жерде стратегия маңызды. Если стратегияң бойынша сен просто бетіңді түсіріп мана дәл сияқты болатын болсаң, дәл солай мысалы сөйлейді, бірдеме айтады, ол кәдімгідей бетімен нетеді. И ол өзінің стратегиясы ол. И ол жұмыс жасайды деген сияқты да мысалы. Әркімнің өзінің бір стратегиясын құрып, сол стратегияны ұстану керек деп есептеймін. Так, келесі сұрақ, ол бастаушы артистер аудиториямен жұмыс істеу және өзін-өзі дамыту барысында қандай қателіктерді жиі жібереді? Менше басталып жатқан артистерге ең бірінші басында тып-тыныш болып музыкасымен айналысу керек деп есептеймін. Ешқандай алаңдамау керек ештемеге. Сен андай кейде бірақ артистерді көресің, андай типа кәдімгідей бір, менің ойымша біртүрлі сияқты, андай аудиториясымен көп жұмыс жасайды да, мысалы, типа бірдемелер жасап, ұйымдастырып деген сияқты. Саған ол қазір менше бастапқы артистерге ол керек емес деп есептеймін. Басында сен өзіңнің ісіңмен көрсетші, не жасай аласың, сен кімсің сен вообще? Бірінші басында артистке сол маңызды. Сен кімсің, сен бағытың қандай, сен не айтқың келеді, сен вообще не үшін істеп жүрсің музыканы? Типа сондай сияқты сұрақтарға жауап беру керек деп есептеймін. Музыканы бірінші орта центрге соны қою керек. Музыка жасалды ма, продукт бар ма, содан кейін барып оған опять-таки стратегия құрып, қандай стратегия содан мен құрып аласың да, сосын барып сонымен жұмыс жасау керек деп есептеймін. Просто оның барлығы, мысалы, ең негізгі зат ол музыкада ол әнді, альбом, ән. Ең ортада тұрған сол. Әннің ортасында тұрған ол сезім, адам бірінші басында. Если сол болатын болса, ол бәрібірде, короче, сол болу керек ең бірінші басында. Типа, сол болса маркетинг керек емес айту, бірақ та сол болу керек. Ол болмаса, уже маркетинг те керек емес, ештеңе керек емес. Сондықтан бастап жатқан артистерге ең бірінші басында музыканың сапасына, музыкаға көңіл бөлу маңызды. Менің ойымша. Келесі сұрақ, ол цифрлық платформалармен және жаһандық бәсекелестік жағдайында Қазақстандағы музыкалық индустрияның болашағын қалай көресіз? Жақсы көрем, жақсы болады деп ойлаймын. Себебі енді қазіргі кезде деглобализация емес, децентрализация болады деп есептеймін. Себебі қазір бұрынғыдай бір белгілі бір не жоқтандай центральный бір нәрсе жоқ. Мысалы, Голливудта тек қана Голливуд деген сияқты. Қазір қаншама компаниялар бар, қаншама кинодан болсын, неден болсын, бүкіл әлемдік заттар түрлі түкпір-түкпірінен бар да. Мысалы, біз қазір корейский де қараймыз, японский де қараймыз деген сияқты, турецкий қараймыз деген сияқты да. Сондай түрлі елдің контентін біз уже тұтына береміз да. Сондықтан бірақ та біздің қазақстандық контентте сонымен қатар көтеріліп жатыр. Ол дегеніміз, яғни біз өзімізге қайта оралып жатырмыз, бізге өзіміздің контентіміз қызығырақ чем да, мысалы там. Ана жақта басқа біреулердің айтып жатқан әңгімесіне қарағанда біздің өзіміздің әңгімеміз бізге қызығырақ та, себебі ол бізге түсінікті, себебі ол деген сияқты. Сол нәрсе ол көбейе береді деп есептеймін. Типа кинолар қазір шығып жатқан кинолардың сапасы қалай, саны артып жатыр, мысалы, саны да артып жатыр, сапасы да артып жатыр да. Сосын бір жағынан адамдар
ақша төлеуге де дайын ол үшін. Мысалы қазір көп қой, мысалы миллиардтан астам жинайтын кинолар деген сияқты, ол белгілі бір уақытқа дейін мүмкін деп ойлаған жоқ ешкім оны. Мысалы ол дегеніміз халықтың жергілікті нәрселерге қызығушылығының артуын көрсетеді. Сондықтан музыкада дәл солай, музыканттар стадион жинайды, нетеді деген сияқты. Сондықтан ешқандай қауіп жоқ. Біріншіден ол арта береді, екіншіден біз біздің өзіміздің бір нарығымыз дамып, іштей бір сапамыз жоғарыласа, ол табиғи келесі шаг, ол басқа ұлттардың, басқа елдердегі адамдардың біздің музыкаға деген қызығушылығы артады деген сөз. Ол натуральный нәрсе да, мысалы. Типа келесі шаг ол кәдімгідей. Сондықтан бәрі жақсы болады, бәрі керісінше сол цифрлық цифрлық платформалар, жаһандану сияқты нәрселер бізге пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Жақсы. Соңғы сұрақ, ол сіз өзіңізді әлеуметтік желілер арқылы насихаттадыңыз ба, және қай платформалар ең тиімді болды, және неліктен? Манады музыканы шығарар алдында рилстар болсын, сосын бар каждый релизге посттар болады, нелер болады, солар арқылы шығарам. Ол ең енді тиімдісі деген айтуға болады. Көп қолданатыным өзімнің ол Инстаграм арқылы жасаймын. Инстаграмда көп қалай мүмкін менің таргет аудиториям сол жақта деп есептеймін өзім. Сосын сол жақта мен өз аудиториямды басынан бастап жинағандықтан ядро сол жақта, сондықтан мен сол жақта бөлісемін. Қазір бірдеңе проект жасап отырмыз ба? Типа жаңа альбом? Альбом жасап отырмын, бірақ та сол кішкене жеткізе алмай жатырмын. Жасап жұмыстан өттім, короче. Бір дайын шығарамын. Альбом шығады ғой, сонда? Қашан? Если не секрет. Айта алмаймын. Айта алмайсыз ба? Аты қандай болады? Айта алмаймын. Әзірше қазір материал жинап, жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ та міндетті түрде альбом шығады, альбом. Жалпы альбом жазу қандай процесс? Типа сіз студияға барасыз? Ізденіс қой көбінесе, ізденіс, ойларды жинақтау, просто музицирование, музыкамен просто айналысасың. Іздейсің, әндерді шығарып, сөз жазып, короче, просто енді мен үшін енді ән жазу үшін өмір сүру керек та, бірдеңені жинау керек, опыт шығару деген сияқты. Сол өмірді сүріп жатырмыз, сондықтан көп заттар болып жатыр. Бірақ енді бұйырса альбом жазамын. Альбом шығарамыз, то есть. Осы жылда ма? Болып қалады сияқты негізінде қазіргі материал. Болып қалады бұйырса. Онда күтеміз. Көп рахмет. Қызық тақырып негізінде. Бірақ та опять-таки бір нақты SMM маманымен сөйлесуді де ұсынамын. Кім мысалы қазақ индийдегілермен де сөйлесуге болады, немесе өзендегі Тимурмен сөйлесуге болады. Сосын Яндекстегілермен де сөйлесіп қарауға болады деп есептеймін. Яндексте жұмыс жасайтын бір адамдар бар. Типа Яндексте ма? Жоқ, Яндексте емес. Тимурмен сөйлесіп қарауға болады, білесің ба Тимурды? Назарғалиев Тимур дейтін бар. Ол өзенде релиздермен айналысады, таза. Релиздерді жүктеу сияқты нәрсемен айналысады. Бірақ та енді ол кәдімгідей көп релиздер жасады, ол біледі жалпы. Тимур Назарғалиев па? Назарғалиев. Назарғалиев. Қазір жазып алайын. Тимур Назарғалиев. Өзенде жұмыс жасайды. Орыс тілді, бірақ ол. Орыс тілді болады. Бізде можно и на 3 языках. Бізде, по идее, оқуымыз ағылшын тілінде өтеді. Сонымен сөйлесіп қараңыз, себебі ол кәдімгідей релиздерді шығарып жүрген адам да кәдімгі. Ол енді чисто не ретінде айтады, продвижение тарату, таргет болсын, не болсын, бәрімен соны айналысатын адам, сондықтан ол более сол жақтан айтып беретін шығар. Мен как әртіс ретінде мен өзімнің бір көзқарасымды айта алдым деп есептеймін. Біз енді как музыкант ретінде біз үшін музыка бірінші ортада тұрады, типа музыка. А олардың қарасы басқаша болуы мүмкін, сондықтан қызық болады деп ойлаймын.
Мен онымен вообще келіспеймін негізінде. Мен негізі онымен вообще келіспеймін, бірақ та бірақ білесіз ғой иә бұны? иә, білем. Еще жазып Онымен жіберейін, сұрайын, номерін сұрайын. Ну, типа, номерін беруге бола ма деп сұрайын, если что. Көп болса. тағы бір сұрақ бар еді, что-то есімнен кетіп қалды. Сізде не бар ма? Типа видео отчеттар, концерттерден типа бізде документальный фильм монтаж жасағанда бізге не керек? Материал. Типа Қарайын, на фоне интервью дейтін. Болу керек. Қайдан табуға болады оны? Мен көрейін, қарап жіберейін мысалы, если что. Инстаграмға ма? Телеграмға, мен сенің телеграмын жіберіп қоямын. Сояқтан жаз, мен саған сояққа жіберейін. Хорошо. Бізде уже сұрақтар басқа жоқ. Рахмет көп. Интервью бергеніңіз үшін рахмет. Хорошо. Сізге мың алғыс. Мен сіздің фанатмын, если честно. 2021-ден бастап тыңдап тұрмын. Қорғасын альбом тоже маған қатты ұнап тұр. Тоже сіз айттыңыз ғой бағана, типа, в чьей-то жизни участвует деп менің музыкам. Вот сол Қорғасын альбом менің өміріме қатты әсер етті. Вот жайықпен жүздескенде дейтін трек өте қатты, өте ауыр меніңше. Вот сол. Көп рахмет. Қуаныштымын қатты. Сәттілік оқуда, неде, бәрінде. Рахмет. Өздер. Рахмет. Менде еще жеке сұрақ бар. Сіздің руыңыз кім? Шеркеш. Шеркеш. Маза жоқ. Сен өзі Атыраудансың ба өзің? Мен Атыраудамын, Авангард жақта тұрдым, Бавариус артық. Прикол. Иә. Берішсің? Күшті, молодцы. Қуаныштымын өте. Біз де қуаныштымыз, рахмет сізге. Давайте. Интервью Телеграм жазып жіберем. Хорошо, қазір мен сізге жазамын онда. Болды, жақсы. Рахмет, онда сау болыңыз. Сендерге де. Айтпақшы, не бола ма тоже, типа, сіз айтып жүресіз ба, сіз кімсіз деп? Мен Желтоқсанмын, Бексұлтан. Просто диплом ғой. Менің есімім Бексұлтан Бақытжанұлы. Сахналық атым Желтоқсан. Музыкамен айналысамын, музыка жазамын, ән жазамын. Әртіспін, орындаймын өзім. Бүгінгі интервью үшін көп рахмет. Өте қызық әңгіме болды. Сізге де рахмет. Біз өте Рахмет сізге де. қуаныштымыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Так. Шай берсем болады, да? Болады. Recording stopped.